Нағыз жігіттерге арналған тағам, міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасы мүшелеріңіздің барлығына ұнайтыны сөзсіз. Ең алдымен табамызға сұйық майымызды құйып аламыз, жарты кесе, одан кейін туралған етімізді саламыз. Етімізді төрт бұрышты етіп, шамалы ірілеу етіп тураймыз. Одан кейін қызып тұрған майда етімізді қуырамыз. Бетін қақпағын жабамыз, біздің етіміздің осылай суы шығады. Ішіне салатын басқа да заттарымызды тураймыз, яғни пиязымызды тураймыз, сарымсағымызды тураймыз 4 штук, 1 штук сәбізімізді тураймыз. Егер де сіздер көп қылып жасайтын болсаңыздар, мысалы семьяларыңызда көп адам болатын болса, бұл заттардың мөлшерін көбейтіп жасасаңыздар болады. Барлық жасалу қанша зат қажет, солардың барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Мінекей барлық ішіне қосатын заттардың барлығын біз ірі етіп турап аламыз. Мінекей біз етімізді қып-қызыл етіп қуырып алдық. Одан кейін пиязымызды қуырамыз және чесногымызды бірге салып жібереміз. Туралған сәбізімізді саламыз және қызанағымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, қақпағын жауып, газдың астын орташа отқа қоямыз. Біздің сәбізіміз қуырылып жатқан кезде картошкамызды ірі етіп турап аласыздар. Одан кейін барлығын картошкамызды қазанымызға саламыз. Құрметті достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Менің каналымнан күнделікті үйдегі бар заттармен жасалатын оңай тағамдардың түрлерін таба аласыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз, одан кейін болгар бұрышын қосамыз. Менде қатырылған түрі. Одан кейін бір ас қасық томат пастасын саламыз. Татымына қарай қара бұрыш қоссаңыздар болады және бір шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, орташа отта газымызды тағы бір қуырып аламыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Әсіресе бұны біз қазір жаз мезгілінде пикникке шыққан кезде жасасаңыздар, ең дәмді тамақтың бірі болар сөзсіз. Одан кейін үстіне толтырып бір кружка суымызды құямыз. Бұл тамақтың ерекшелігі, бұл көбінесе өзбек халқында жасалынады, нанбости деп аталады. Үй жағдайында да болса да осылай жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды, отбасы мүшелеріңіздің барлығына ұнайды. Міндетті түрде дәл осылай арнайы лепешка сатып алып, осылай жасап көріңіздер. Мінекей біз нанымызды енді суымыз қайнағаннан кейін осылай табамыздың бетіне жауып қоямыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай тура видеодағыдай етіп табаңызға орналастырып жабасызда да бетін жауып, ең төменгі отта тамағымызды пісіріп аламыз. Мінекей суын қараңыздар. Тамағымыз біздің 20-25 минуттан кейін дайын болады. Газдың астын орташа отқа қоясыздар. Одан кейін тура видеодағыдай етіп барлығын бөліп аласыздар. Көрдіңіздер ма? Согының өзі қаншама өте сулы болып шығады және нандар жұмсақ болып, тамағыңыздың соғы осы нанға сіңіп, нанды жеген кезде прям аузыңыздан дәмі кетпей қалады. Осылай жасап көріңіздер. Ас болсын.